Армысыздар, жеңілдетілген автонесие бойынша сұрақ өте көп кеп жатыр. Әсіресе жеңілдетілген топтар болған бұрын, дәрігерлер, мұғалімдер, аз қамтылған отбасылар деген сияқты. Сол біз кезектен тыс аламыз ба, немесе бізге жеңілдік жасала ма деп сұрап жатыр. Қашан басталады, қандай көліктер аламыз деген сұрақтар өте көп келіп жатыр. Ендіше оларға мен өз атымнан, жеке өзім том пішпей ақ қояйын, сыртынан министрліктің өкілінен, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ресми өкіліне хабарласып, сұрап білейік, барлық жауабын бірінші ауыздан өзіміз естейік. Оңғармын ғой, Оңғар, таныдыңыз ба? Я танып отырмын, Оңғар, айта беріңіз. Анау жеңілдетілген автонесие бойынша бірнеше сұрағым бар еді. Нақтылап алсам ала ма, бір 2-3 минут уақытыңызды алып? Айта беріңіз. Қашан басталатын болады, нақты белгілі ма? Келесі айда басталу керек бұйырса. Осы сәуірде басталмайтын болды ма? Жоқ, айдың аяғына дейін қазір несі бітеді, соң келесі айда басталады деген нелер бар. Қай банктер қатысатыны да белгісіз, е? Бұрынғы берген банктерде нетіледі дейді ғой, бірақ әлі енді сол айдың аяғына қарай нақты қай банктермен жұмыс істелетінін хабарлаймыз, менің қолымда ондай ресми ақпарат жоқ. Мен ең сұрайын дегенім мынау ғой, бұрын ең басында тәртібі енді қалыптаса бастаған кезде андай ақпарат болды ғой, дәрігерлер, мұғалімдер, әскерилер, аз қамтылған отбасылар деген. Олар болмайды, оларға жеңілдік жасалмайды ғой? Жоқ, болмайды. Анау отбасылық алғашқы көлік деген де болмайды? Жоқ, болмайды. Сосын бұл просто халық ұсыныс қой, әрбір ассоциациялардан, сондайлардан берілген. Бекітілгенде ол бекітілген жоқ ондай. Жай ғана ұсыныс ретінде болды ғой, олар? Иә. Сосын 100 миллиард бөлініп жатыр ғой. Соның 30 миллиарды неге кетеді дейді? Автопаркты, автобустар жаңартуға. Сол 100 миллиардтікі кете ме әлде, қосымша 30 миллиард ба? Жоқ, 100 миллиардтан кетеді. Сонда жеңіл көліктерге 70 миллиарды қалады, е? Бұйырса. Енді бәріне айтып жатырмыз, ойбай бастайын деп жатыр деп, 70 миллиард жете ме халыққа? Өзі 10 мыңнан астам адам қазірдің өзінде кезекте тұр екен. Бұл жерде енді автонесие дегенде өзің көріп отырсың ғой, льготный автонесие жеңілдетілген бүкіл Қазақстан халқын машинамен қамтып тастайтын бағдарлама емес қой бұл аналар. Сондықтан ол бәріне жетеді деп мен айта алмаймын енді. Нема біздің өндірушілер дайын ба машиналарды уақытылы жеткізіп бере ала ма? Дайын біз дейді ғой, уақытында көреміз, наверное. Мен де сен сияқтымын ғой бұл жерде. Ақпарат, қандай ресми ақпарат келеді, соны таратамыз. Бірақ бәрі өндірістің көлемін көтереміз деп жатыр. Түсіндім. Жақсы, рахмет. Жақсы. Амандық болсын, сау болыңыз. Өздеріңіз жаңа естідіңіздер, барлығы алдыңғы бұрынғы ұсыныс кезіндегі болған нәрселер, бірақ ең соңында қабылданбаған. Яғни біздің әрі қайсымыздың көлік алуға мүмкіндігіміз тең деген сөз. Сіз мұғалім болыңыз, сіз дәрігер болыңыз, сіз көп балалы ана болыңыз, немесе аз қамтылған отбасы болыңыз, барлығыңызға берілетін мүмкіндік тең екен. Енді келесі мәселе, кім алылады, менің несием бар алылам ба, менің ипотекам бар алылам ба, тіпті жазып жатқандар бар, менің шотым бұғатталып жатыр, мен алылам ба деген. Бұл жерде қарапайым түсінік болу керек. Бұл несие, оны екінші деңгейлі банк береді, қаржы ұйымы. Яғни оған ақша ол өте қажетті, ол ұйымға, ол өз сондай ұйым, ақшаны жасауға арналған банк ол. Енді ол сіз егер бұған дейін несиеңізді дұрыс төлемесеңіз, немесе қара тізімге енген болсаңыз, әлгі шоттарыңыз бұғатталған болса, яғни сіз уақытылы төлем жасай алмайсыз. Ал банк ондаған миллион теңгесін сізге беріп, рисковать еткісі келмейді. Ол ақшасы үшін қатты алаңдайтын ұйымдардың бірі. Сондықтан сізге берілмеуі мүмкін. Екіншісі, сіздің тұрақты табысыңыз болу керек екені, ол міндетті екені белгілі. Алайда бұл банктерде тағы да мынандай талап болады. Егер де сіздің ай сайынғы алатын жалақыңыздың 50%-дан астамы 50%-дан асып кетпеу керек ай сайынғы төлеміңіз, несиеге төлейтін төлеміңіз. Мысалы, мен жай қарапайым түсіндіріп өтейін, енді 200 мың деп алайық. Енді кейбір 100 мың болар, орта есептеуге ыңғайлы болу үшін 200 мың деп алайық. Сіз 200 мың жалақы аласыз, бірақ қазір сіз 40 мың теңге қазірдің өзінде несие төлеп отырсыз деп айтайық. Енді сіз несиені алу үшін
жеңілдетілген несие. Сіздің 200 мың теңге ғой, ай сайынғы төлеміңіз 100 мың теңгеден асып кетпеуін банк өте қатты қарайды. Яғни сіз қазір 40 мың төлеп жатсыз. Енді келешекте алатын несиеңіздің ай сайынғы төлемі ең көп дегенде 60 мың теңге болу керек. Сонда екеуін қосқанда 100 мың теңге ол максимумға жетесіз сонда. Немесе егер несиеңіз болмаса, сіз ай сайын 100 мың төлейтіндей қылып несиені рәсімдеуге мүмкіндігіңіз болады. Яғни бұл жерде екінің бірінің қолынан несие алу келмейді деген сөз. Әлгі 10 мың адам кезекте тұр деп жатырмыз ғой. Енді оның ішінде жаңағы банктен одобрение ала алмайтындары бар, жаңағы көлікті алмайтын болып қалғандары бар, басқа жаңа көлік алып алғандары бар. Оның ішінен біраз осылай тазаланып кетеді. Жартысы солай кетеді, одан көп болмаса. Сондықтан біраз адамға тағы да менің ойымша мүмкіндік туады жаңа көлік алуға. Енді мынандай мәселе бар, бұны келесі шығарылымға жасайын ба, жасамайын ба, өздеріңіз комментарийға қалдырыңыздар, соған бойынша айтамын. Банкке кезекке тұруды мен өткен шығарылымда айттым. Енді ал көлікке кезекке тұру деген бар ғой. Сізге көлік бұйыра ма, бұйырмай ма, ол да белгі. Сізде банктағы кезегіңіз келіп көлікке келмей қалса, немесе көлігіңіз келіп, бірақ банктан кезегіңіз келмей қалса, не істеуге болады? Осы тақырыпты зерттеп жаса десеңіз комментарийға қалдырыңыз, келесі шығарылымда осы бойынша жасаймын. Әзірге осы, аман болыңыздар, арнаға жазылып қойыңыздар. Жақсылықта жүздесейік.